Қолыңа бірдеңке болды ма? Тырнағың өсіп тұр ма? Не болды? Не болды, Асылназ? Не болды? Неге қорқыныш жерді көрсетіп тұрсың? Не есік анау? Үйге апаратын есік емес пе? Үйге апаратын есік болса, сразу барайық, жассыз мен қорқып. Жаман құпия комната салғыш, құпия үй құрсын. Ана көрсін, өзі құрсын. Ту, неге ғана келдім, Асылназ? Сені шығара алмай қалдым. Ту, Асылназ. Не болып кетті өзі? Дымсызбен. Чота, бұл подвалда барлығы жоқ болып кететін сияқты. Жаңағы велик та жоқ болып кетті. Ай, қорқып отыр. Асылназ өзі қайда кетіп қалды? Не бар мына жерде өзі? Асылназ қайсың басы? Қайдамыз, Асылназ? Ойбай, Асылназ жаңағы жерден де страшный жерге келген. Не, қайдан? Ана жаққа барайықшы, Асылназ. Сол жақ хотя бы. Ту, Асылназ қалай істейміз енді? Нина, неге ғана бардым? Жаңағы жерге барып енді қайта салу керек еді негізі. Ту, Асылназ, сен негізінде басылып тыңдай салу керек еді. Сен қорқып тұрғаныңды біледі екенсің ғой, қорқып тұрғаныңды. Ай, мына жақ реально страшно екен. Страшно жердесің. Ту, Асылназ, сен реально шынымен айтып тұрсың ғой. Мына жақ қорқып жатыр, мына жақтан қалай шығамын енді мен? Асылназ, не істеймін енді? Ай, мына қалай енді? Асылназ, ей! Мына жақ не бәле өзі? Барлық зат кетіп қала береді. Қазір нан ұстасам, мынау да кетіп қалады. Нан ұстасам, мынау да кетіп қалады. Реал медиа? Рекламное агентство. Не бұл? Может, осы жақта тірі адам бар. Может быть, осы құпия бөлме ашып кіріп көрейін. Осы есік па? Реал медиа. Осы жақта тірі адам бар шығады. Әу! Маған көмектесіңдер, маған көмек керек. Адамдар бар ма? Рекламное агентство дейді. Қайда реклама? Ой, Асылназ, сен бар жақта телепортироваться етіп жүрсің ғой. Жүр кеттікші ойнамай. Асылназ, жүр кеттікші. Асылназ, не қатайып тұрып алдың? Не болды там? Не болды? Асылназ қайда арылсың? Не ол, Асылназ? Асылназ, дұрыстап айтшы. Не болды, Асылназ, саған? Не ол вообще? Асылназ, сөйлеші нормально. Дейлерім. Асылназ, мен қорқытпаш. Асылназ, қандай слабости бар еді? Асылназ, мен қорқытпаш, пожалуйста, нормально тұр. Или прозрачный скотч тұрма аяқта. Кәне? Жоқ. Асылназдың қандай слабый жері бар еді? Асылназ. Ой, достар, Асылназ қадағаннан қорқатын еді. Особенно Ақтауда қар жауғасын. Мен оның қадан десе қашып жүрді. Давайте соны істеп көрейік. Наконец-то сөйледі. Ай, недаши, мен қолымды байлап тастады. Бір нәрсе байлап тастады. Кәне, таңғым байлап тастаған. Өзі қиялдап байлап тастаған жарсық, құдай біледі. Ту, не болды, нормально. Айт, все, успокойся. Жана, мен сен артынан жүрген кезде, білемдерін бұлар алып кетті. Содан қорқып, мені бір есікке апарып тастады, реал медиа ма, сондай жаққа апарып тастады. Сосын мені бір сағаттай ұстады. Сонда жаңадан бері менің қасымда кім болды? Я, айнадапшы, жандан бері сен болған менің клоуным. Жаңа оны көрдім. Мен жаңағы бір адам жалдап жатқан клоундарды. Клоун? Мен сонда оған почти барлық секретімді айтайын деп қалдым ғой. Вообще сен бұяқта не істеп жүрсің? Анау ғой, Не, дұрыстап айтшы. Динозаврлар. Динозаврлар? Асыл сен
қай ғасырда жүрсің? Динозаврлар олар 1000 жыл бұрын өліп кетті ғой. Сен динозаврлар! Ха-ха-ха, сендер енді түсіндіңдер ме? Бірінші ойынға қош келдіңдер. Жаңадан бері сендерді ойнатқан бұл мен болғанмын. Асылназдың клонын да жасаған мен. Так, сендерді бостан босқа әшейін жібермеймін. Ойыннан өтесіңдер, сосын ғана шығасыңдар. В общем, достар, жаңағы сіздер көрген анау розовый динозавр бар емес па? Сол динозаврдың бір түрі екен. Біз, короче, бай деп қатты аяғымызбен жүрсек, ол динозаврдың түрі ауысады екен. Басқа вообще динозавр көп. Короче, достар, біз жаңа былай жүрген кезде ана динозавр ауысып кетті, розовый динозаврдан көк динозаврға. Біз сосын Асылназ екеуміз қорқып тұрып, ана жай жүрсең, ана динозавр сенен кетіп қала ма сондай. Бірақ Асылназ абайлаш, Асылназ өзі ондай жай жүру деген ондай понятие жоқ Асылназда. Асылназ жай жүретін болса да, по-любому какой-то бір тырқ-тырқ деген дауыстар шығарып қалады. Бір ретте солай орманда адасып қалып, Асылназ таяқты басып қалып, солай бәлеге қалған. Міне қарасыңдар, аяғын сәл баса. Көрдіңдер ме? Мен ауыстым. Егер мен 3-тен көпірді таусат болсам, сендер автоматически ойыннан шығасыңдар. Достар, көрдіңдер ме? Жаңағыда басқа түрі қуып келатыр біздің артымыздан. Қазір вообще басқа түрі қуып келатыр. Сонда бұлар біздің артымыздан қалай жүрсек қумайды, жүгіріп кетсек па, или қатты жүрсек, или жай жүрсек па, түсінбей жатыр. Аны жай жүрген сайын аналар қосылып артымыздан қуып келеді. Неше түрі болды уже? 2 түрі де ба уже болып кетті. Сендер бұл ойынның мәнін түсінбедіңдер. Қазір как раз финальный раунд болады. Кім екеулерінің біреулерінен құлап қалса, соны осының ішіндегі есіктердің біреуіне кіргізіп, в общем, өздерің көресіңдер. Түсіндім. Значит, бізге былай істеу керек. Бұл типа куклакоти сияқты, игра в кальмарадағыдай ойын ғой. Красный цвет и зеленый цвет сияқты. Қазір ол бізге финальный раунд береді. Сонда бізде сол есіктен шығып үлгеруіміз керекпіз. Бірақ біз құлап қалсақ, ол бізді қинайды. То есть есікке жібереді? Иә, короче, сондай бірдеңке болады. Жүріңдер! Жүре беріңдер дейді. Асылназ, күзе тұршы. Асылназ, бауымды байлаш, Асылназ. Бауымен жүрейін деп жатқан жоқ, біз бауымен байланысты да емес ол. Асас, просто мен тыңдашы. Жоқ қойшы, уақыт кетіп жатыр. Ладно. Асылназ, уақыт 9 секунд қалды. Жүгір. Жүре беріңдер.